Сабағымызды бастамас бұрын жағымды психологияға қолмен бастайық. Алдындарыңызға мен мынандай бағалау таратпақ қағаздарын тараттым. Мынау бізде бағалау және кері байланыс және мониторинг. Мониторинг дегеніміз сабақ барысында түсінбеген жерлеріңізді сол мониторингқа кіру арқылы маған жіберіп отырасыздар. Ал мынау бағалауда мына жерде жағымды психологиялық ахуал Эйнштейн тілегі берген. Қазір соны ашып психологиялық ахуал қалыптастырайық. Болсақ, бойыңыздағы энергияңызды сақтай отырып бүгінгі сабақты бастайық. Бүгінгі сабаққа сендерге сәттілік. Ендеше үй жұмысын қайталайық. Барабан әдісі арқылы мына кодты сканерлейміз. Сендерге 2 сұрақ беріледі барабанды айналдыру арқылы. Сол сұрақтарға жауап береміз. Ол менде жауабы мониторингте шығып тұрады. Дискретті бізде 1 балл. Сканерлеп болдық па барлығымыз? Толықтай болған кезде маған ескертеміз. Мен мұғалім тақтасына шайын. Бастан болдың ба? Сәлмет болдың ба? Қоса берейін ба? Жауап беріп бастаймыз. Жауап бердік па? Бізде балалар қазірде жауап беріп бастапты. Нұрасылдың 2 сұрағы да дұрыс екен. 1 балымызды аламыз. Дамир, дұрыс дегендер 1 балл қоямыз. Қате дегендер балл алмаймыз. Түсінікті ғой, бәрі көрінді ма? Біз өткен сабақтағы индік бойынша формулалармен есептер берілген, бағалау парақтарына 1 балдан дұрыстарымыз жазып қоямыз. Назар аударайық мынаған. Не көрдік балалар? Оқушылар. Нұрислам? Бұл жерде балалар өздерінің күшімен, ал экскаватор өз қабілетімен, механикалық қуатымен жұмыс жасайды. Тағы да кім айтады? Тағы не көрдіңдер? Балалар қалай жұмыс жасап жатыр мына жерде? Бірге жұмыс жасап жатыр. Ал балалардың күші көп па? Әлде механикалық күші көп, Негізі балалар, біз бірлесе жұмыс жасасақ, біз барлығын естейміз. Ал мына жердегі трактордың қуаты көбірек. Демек бізде қай жерде пайдалы жұмыс көп? Мына жерде көбірек, механикалық қанша бірлік жұмыс жасағанмен, мына жерде механиканың қуаты адамның қуатына қарағанда көбірек жұмыс жасалады, Демек, бүгінгі тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар? Дұрыс, пайдалы әрекет коэффициенті. Ендеше бүгінгі сабақты түсіндіруге бейнероликтер. Бүгінгі сабағымыз пайдалы әрекет коэффициенті. Тақырыбым мақсатымыз көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау және есептерде қолдану. Көлбеу жазықтық қарапайым механизмдердің бірі. Ол ауыр жүкті аз күшпен жоғары көтеруге мүмкіндік береді. Көлбеу жазықтық арқылы жүкті көтергенде 2 түрлі жұмыс орындалады: пайдалы жұмыс және толық жұмыс. Пайдалы жұмыс жүкті белгілі бір биіктікке көтеруге жұмсалған жұмыс. Пайдалы әрекет коэффициенті механизмнің тиімділігін көрсетеді. Толық жұмыс күштің жүрген жолға көбейтіндісі. Көлбеу жазықтық жүк тасымалдауда кең қолданылады. Ғимараттардағы пандустарда осы принциппен салып, көлбеу жазықтық осы принциппен жасалады. Балалар сырғанағы да көлбеу жазықтықтың мысалы.
Көлбеу жазықтық күшті азайтады. Балалар сырғанағы да көлбеу жазықтықтың мысалы. Көлбеу жазықтық күшті азайтады, бірақ жүрілген жолды ұзартады. Бізде көлбеу жазықтықта күшті не істейді екенбіз? Ұтамыз, ара қашықтықтан ұтыламыз. Бұл қандай ереже? Өткен сабақта өткен механиканы. Алтын ережесі, иә? Көлбеу жазықтықта біз жүкті жеңіл, бірақ күш көп жұмсамай жоғары көтере аламыз, немесе төмен түсіре аламыз. Осыған байланысты осы көлбеу жазықтықта пайдалы әрекет коэффициентін анықтау үшін біз мына формуланы қолданады екенбіз. Мынау бізде это пәкті осылай белгілейміз. Пайдалы әрекет коэффициентін қысқартқан кезде пәк деп атаймыз. Түсінікті ғой, иә? Бұның өлшем бірлігі бізде пайызбен беріледі. Енді пайдалы әрекет коэффициентінің формуласын қараңдар. Это тең А толық пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100%, иә? Енді мына жерде пайдалы жұмысты немен ашты? MGH. Бұл бізде жұмыстың формуласы, иә? Және өткен сабақта өткенбіз. Қандай тағы да ненің формуласы еді? Энергия, иә? Қандай энергия еді? Ал мына жерде толық жұмыс F көбейтілген S. S дегеніміз мына жердегі жүрілген жол, F дегеніміз мынаған кеткен күш. Және осы көлбеу жазықтықты күнделікті өмірде қайда қолданады екенбіз, балалар? Мысалға, мүгедек адамдарға арналған арбада этаж үйлерде тұратын адамдарға не істейді? Осындай көлбеу жазығы арқылы бірінші қабаттан екінші қабатқа көтерілуге қалай мүмкіндік жасайды, иә? Сонымен қатар жүк салған кезде, содан кейін құрылыста, әртүрлі және ойын алаңдарында балаларды ойнату мақсатында қолданады екенбіз, иә? Кеттік. Енді сендерге тағы бір айта кететін жағдай. Бізде кей кезде формуланы физикада түрлендіреміз, иә? Пайдалы жұмысты тек қана MGH-пен ғана емес, әртүрлі формулалармен ашуымызға болады. Кей кезде қуаттың формуласын беріп қояды, қуатын беріп қояды, уақытын беріп қояды. Қуаттың формуласы қандай еді? Жұмыс бөлінген. Тең А бөлінген Б. Осының асын табу арқылы не істейміз? Қуаттың да формуласын, жұмыстың формуласымен түрлендіреміз. Және осы пайдалы жұмысымыз біздің толық жұмысымыздан азырақ болады екен. Түсінікті ғой, кей кездерде пайдалы жұмыс азырақ болады, сол кезде мына пайдалы жұмысымыз 100%-дан төмен болады. Демек, біздің пайдалы жұмысымыз қанша? 100%-дан төмен болады екен. Түсінікті ғой, енді сабақ барысында тапсырма береді, осы мониторды сканерлеп алайық. Егер сабақта түсінбеген жерлерің болса, немесе түсінген жерлерің болса, осыған бізде мониторингқа белгі беріп отырамыз. Мен мониторингді ашып көрейін. Енді келесі тапсырма бізде жұптық тапсырма. Жұптық тапсырманың ережесі қандай еді? Дескрипторымыз оқушылар мәтіндегі бос орындарды пайдаланып толық пәк ұғымдарын толтырып физикалық анықтамалар тұжырымдайды, формулаларды түрлендіреді. Айым, сен жалғыз екенсің, кімдерге қосыл, иә? Жәнелерге қосыл. Бастаймыз. Бізде 4 минут уақыт беріледі, кездетіп орындаймыз. Қасылар отырсың, тұрасың. Бос орындарға толтырамыз қалып кеткен сөздермен. Мына жерге формулаларды пәктің формуласын түрлендіріп жазамыз. Және санды пайызға, пайызды санға айналдырамыз. Өйткені біз пәкті пайызбен алғандықтан есеп барысында пайызбен қолданбаймыз. Түсінікті ғой, математикадан білеміз, пайызды санға айналдыру үшін не істейтін едік? Пайызды санға айналдыру үшін дұрыс, кеттік, орындап бастайық. Болып қалып қоя бәріміз. Ендеше Жанерге, Нұрислам, екеуін екіге бөліп алыңдар, біреуін формуланы тақтаға жазыңдар, біреуін оқып беріңдер, қайсысын бұл жазасыңдар. Ал Нұрислам оқиды, өздеріңізді тексереміз.
Біріншісі механизм Дауыс арқылы шығады. тікелей мақсатымызға жету үшін істелетін жұмыс пайдалы жұмыс деп аталады. Дұрыс па? Пайдалы жұмыс па барлықтарында? Ендеше дұрыс апа. Екінші, механизмді қозғалысқа келтіру үшін жұмсалатын барлық энергия немесе күш толық жұмыс деп аталады. Толық жұмыс па? Дұрыс. Келесі. Үйкеліс пен механизм бөлшектерінің салмағына байланысты пайдалы жұмыс әрқашан толық жұмыстан көп болады. Дұрыс па? Дұрыс емес па? Дұрыс емес па? Қайсысы? Толық жұмыс болады, иә? Келесі. Пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын пайдалы әрекет коэффициенті пәк дейміз. Дұрыс па? Дұрыс. Пайызды айналдырғаныңызды оқыңыз. 0,125 санды пайызға айналдырамыз. Қанша пайыз болды? 25 пайыз болды. Дұрыс па? 0,4-ті айналдырғанда 40%. 40 пайызды санға айналдырған кезде 0,4. Келесі. 0,5-ті пайызға айналдырған кезде 50 пайыз. Дұрыс па? 65 пайызды санға айналдырған кезде 0,65 65 болды. Дұрыс. Формуламызды бір тексеріп жіберейік. Формуланы жасап. Иә. F-тен A пайдалы түрінен A болды. 100%, иә. A пайдаланы табу үшін не істейміз? Ана жерде толық жұмыс. Ана жерде пайдалы жұмыс, иә. Дұрыс. Формулаңыз барлықтарын осылай түрлендірдіңіздер ма? Дұрыс. Кеттік, отырайық. Келесі тапсырма. Бағалау парақтарыңа барлығы дұрыс болса 2 балл, егер қате кеткен жағдайда біреуінен 1 балл береміз. Егер барлығы дұрыс емес болса, балл берілмейді. Тағы да мониторингті ашамыз. Қазір сендерге жеке тапсырма беремін. Жеке тапсырмада бізде есептер берілген. Жеңме про әдіс арқылы осы есептерді әркім өзі жеке естейді, орындайды. Бастанда дәптермен жұмыс. Қазір тақтаға сканер арқылы кімнің шығатынын анықтаймыз. Қараймыз, кім тақтаға шығады екен. Бізде Айзерені көрсетті. Келесі есепке Нұрасылды көрсетті. Келесі есепке тағы да Нұрасылды көрсетті. Қайта іздейік. Нұрхат. Айзера 3-ші есепке, Нұрхат 2-ші есепке, Нұрасыл 1-ші есепке шығады. Ана тақтаға шығамыз, иә? Келедей қалғандарымыз орындаймыз. Өшіре бер. Нұрхат сен ана тақтаға шық, ана жерде маркер бар. Пайдалы жұмысымыз көп болғандықтан 100%-дан көп болды. Демек 100%-дан көп болса, бізде есебіміз дұрыс емес, иә? 100%-дан көп пайдалы жұмыс болмайтындықтан не істейміз? Бұл есептің негізі берілгенде қате кетті, иә? Түсінікті ғой, бірақ есептеуі дұрыс. Отырамыз. Енді пайдалы жұмысты тап. Пайдалы жұмыстың формуласы қандай еді? A пайдалы, B ашқа сал, иә. Топтық тапсырма. Топтық тапсырма
топқа бөлінбес бұрын мен сендерге жасырын түрде мына жерде ашсаңдар топтың жасырын түрде жасырып қойған. Соны алдында айттым я, қиналып келіңдер деп. Кейіннен кім қай топта екенін анықтаймыз. Тездетеміз. Бірінші топ Эйнштейнге келеміз, екінші топ Ньютон тобына келеміз, үшінші топ Галилей тобына келеміз. Бағаларға жаңағы есептің бағасын балын қоюды ұмытпаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы бізге виртуальный әлемде есеп шығарамыз. Екінші топ виртуальный зертхана жасайды көлбеу жазықтық бойынша. Үшінші топ сол көлбеу жазықтықты тәжірибе түрінде, тәжірибе алаңында жасайды. Орындауға барыңдар, бастаймыз. Орындауға 5 минут, қорғауға 6 минут. Топ-топқа бөліңдер, я? Әркімнің мен мына неге рөлдік тапсырмаларды қойып қойған. Әр оқушыға өзінің берген рөлдік тапсырмасы бар. Айнұр тоқты бересің. Сол тапсырманы біреуін қатегедесіңдер ма, есептің мәнінде қатегедер. Сондықтан қателеспеуге тырысамыз. Бүкіл топтың тапсырмасы жарамай қалмас үшін. Бастайық. Ерачиді, онда екі оқушы тағамыз. Бізде тығыз, әлде орындайтын тапсырмаларымыз бар. Рөлдік тапсырма бойынша кім не орындағанын, нақты не тапқандарыңды қорғап шығамыз. Қалғандарымыз тыныштық сақтаймыз. Біз Галилей тобынан шығып тұрмыз. Бізге берілген тапсырма көлбеу жолында жүргізілген күш пен жұмысты табу керек болғанбыз. Біз массасын тапқан кезде 200 грамм шықты, және биіктігін тапқан кезде 20 сантиметр шықты. F тең 50 сантиметр, ал F тең 0,9 Күш тапқан күші, е? Біз бұны қабырғаға келтіргенде М тең 10,2 килограмм, H тең 0,2 метр, S тең 0,5 метр. Қабырғаға айналдырыңдар, дұрыс қой, е? Біздің табу керек нелеріміз, Қыздар тыныштық сақтаймыз. біздің табу керегеніміз А толық, А пайдалы және N таны табу керек болғанбыз. Еттен, е? А пайдалын табу үшін МЖ, А толыққа табу үшін FS, F таны табу үшін А пайдалыны А толыққа бөлген және оны көруден түспайды. Бізде А пайдалы 0,4 жол, А толық 0,45 жол, ал N 88% деп шығады. Демек бізде көлбеу жазықтықта қанша пайыз пайдалы әрекет болды ма? 88%, е? Демек сендер өздерінің мақсаттарына жеттіңдер ма? Жеттіңдер. Біздің топ бірігіп, өзіміз зерттеп, оны шығарып үйрендік. Балалар, пайдалы әрекетті көлбеу жазықтық арқылы тапты. Қалай ойлайсыңдар? Барлығы дұрыс ба? Ұнады ма сендерге? Ендеше сендер толық барлықтарын қатысып, барлықтары тапсырманы орындағандықтан біз
2 балл береміз сіздерге. Әркім өзінің бағалау парағына 2 балдан бізге береді. Отырамыз. Келесі топ, екінші топ, Ньютон тобын тыңдайық. Қалғандарымыз тыңдаймыз қазір. Эйнштейн тобы сәтсіз сақтар, иә? Бастаймыз. Біз Ньютон тобынан барамыз. Біз Ньютон тобынан шығып отырмыз. Біздің басты мақсатымыз виртуалдық зертхана көмегімен көлбеу жазықтықта орналасқан пайдалы әрекет коэффициенттерін табу. Біз көлбеу тәжірибесіндегі ескіштен мұндағы масса 3 килограммға тең, ал биіктік 1,2 метрға тең, ара қашықтығы 2,5 метрға тең, ал күш 29,8 метр. Ньютонға тең, иә. Келесі. Қаттырақ сөйлейміз. Пайдалы жұмыс коэффициентін табу үшін ең алдымен пайдалы жұмыс пен толық жұмыстың формуласын айтамыз. Пайдалы жұмыстың формуласы MGH, ал толық жұмыстың формуласы F көбейтілген. Сол формулаға салып есептеңіздер, иә. Келесі. Пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы А пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100%. Біз толық жұмысты есептедік және бізде 36 жол шықты. Енді біз келесі пайдалы жұмысты есептедік. Пайдалы жұмысты есептегенде MGH формуласын қолданамыз. Демек 3 көбейтілген 10 көбейтілген 1,2. Бізде 36 жол шықты. Ары қарай біздің басты мақсатымыз пайдалы әрекет коэффициентін табу керек болған. Біз пайдалы жұмыс бөлінген толық жұмыс көбейтілген 100% формуласын қолданып, бізде пайдалы әрекет коэффициенті 48% болып шықты. Демек, біздің пайдалы жұмысымыз 48% екен. Отырамыз, келесі уақытты алмаймыз. Уақыт. Тездетеміз, уақыт. Үшінші топ тездетіп қорғаймыз. Орындарыңызға отырмаймыз. Қазір біз үшінші тағы да тапсырманы топпен орындаймыз. Бастаймыз, уақыт алмаймыз, тездетіп, нақты. Бойынша М тең 1200 кг. В1 10 метр секунд, ал В2 20 метр секунд. F тең 40 кватт. Т тең Кватт емес, киловатт. Табу керек кинетикалық және де А және де это. Келесі. Біз формулаға сәйкес ең алдымен жұмысты тауып алдық. Ол үшін біз уақыт пен қуатты көбейттік. Қуаттың формуласынан жұмысты тауып, қуат пен уақытты көбейту арқылы жұмысты таптыңдар, иә? Қанша шықты? 400 мың жыл. Келесі, тездетеміз. Кинетикалық энергия берілген 24 мың, кинетикалық энергияны табу үшін біз 24 мың 6 мың азайттық, және бізде 18 мың шықты. Пәкті табу үшін біз 18 мыңды 40 мыңға бөліп, оны 100-ге көбейттік. Бізде 45% шықты. Неліктен сендер кинетикалық энергияны қолдандыңдар? Өйткені машинаның Себебі машинаның жүрген жолындағы жылдамдығын артыруда, иә? Кинетикалық энергияға неге байланысты еді? Қозғалысқа байланысты. Сол үшін энергияның сақталу заңымен не таптыңдар? Кинетикалық энергияны азайту арқылы энергияның сақталу заңын таптыңдар. Оны неге теңестірдіңдер? Аға теңестірдіңдер. Сол арқылы жұмысты таптыңдар. Иә, аға теңестіру арқылы. Эттамыз қаншаға тең? Эттамыз 45%. Демек, біздің машинамыз жүріп бара жатқанда 45% пайдалы жұмыс атқарған екен, иә? Келесі бізде осы сабақты қорытындылайық, шындық жалған әдісі. Сендерге топпен мынандай комикс арқылы шындық жалған әдісін беремін. Тездетіп, 1 минутта шын ба жалған ба соны анықтаймыз. Берілген жағдаятты оқимыз. Бір оқушыдан топтан топ басшысы келіп қорғасын. Тыңдаймыз. Іштен жану қозғалтқышы автокөлік моторы өзіне құйылған бензиннің бүкіл энергиясын тек дөңгелекті айналдыруға жұмсайды. Ал мотордың қызуы бұл жай ғана қосымша эффект. Оған энергия жұмсалмайды делінген гипотеза берілген. Бұл жалған, себебі автокөлік
энергияны тек қана дөңгелектің жүруіне ғана емес, қоршаған ортаны жылытуға да жұмсайды. Ал тек пайдалы жұмысқа аз мөлшерде энергияны жұмсайды. Қоршаған ортаны емес, моторға жұмыс жасалады ғой, сол кезде моторды қыздыруға не істейді, машинаның көп энергиясы кетеді, айналдырғаннан дөңгелекті айналдырғаннан бұрын неге кетеді екен? Моторды қыздыруға, оны ары қарай жұмыс жасауға кетеді екен. Дұрыс. Фейк қой, факт па? Фейк. Келесі. Менде электр шейнеге суды жылытқанда оның пәкі іштен жану қозғалтқышына қарағанда әлде қайда жоғары болады. Себебі электр энергиясының басым бөлігі тікелей суды қыздыруға, пайдалы жұмысқа кетеді. Бұл факт. Себебі энергияның барлығы суды қыздыруға кетеді. Энергияның барлығы басында суды емес, ыдысты қыздыруға да кетеді, Ыдысты қыздырғаннан кейін толық ары қарай суды қыздыруға кетеді. Дұрыс қой, Отырамыз. Келесі. Менде бір өнертапқыш пәкі 120% болатын машина ойлап тапты. Бұл машина өзіне берілген энергиядан көбірек жұмыс атқарады. Тіпті артылған энергиямен көрші үйлерді де жарықпен қамтамасыз ете алады. Ол ешқашан тоқтамайды және отынды мүлдем қажет етпейді. Бұл фейк, себебі пәк 120%-дан 100%-дан аспайды, немесе онымен тең болмайды заң бойынша. Яғни бұл дұрыс емес. Неліктен 120% болуы мүмкін? Қандай машиналарда болуы мүмкін? Ешқандай машинада 120% болуы мүмкін емес. Себебі, егер пайдалы әрекет коэффициенті 100%-ға тең болса, бұл мәңгілік қозғалтқыш болушы еді, ал мәңгілік қозғалтқыш болуы мүмкін емес. Демек, мәңгілік қозғалтқыш әлі ойлап табылмаған, сондықтан біздің пайдалы әрекет коэффициентіміз 100-ден төмен болады, Ендеше осыны айтқан оқушылар топтарымызбен бір-бір бағаламыз. Енді бағалауымызды бағанағы таратпа қағазымызда мына жердегі бағалауға жазамыз. Мен сендердің кімнің қанша балл алғанын анықтаймын. Тездетіп бағалауларымызды не қыламыз? Уақыт аяқталды. Үйге тапсырма бізде осы пайдалы әрекет коэффициентінің астындағы 8-де екінші жаттығу үйге беріледі. Түсінікті ғой, Тездетіп бағалаймыз. Кім қанша балл алды? Кері байланыс береміз. Үйлеттік па? Кім осы сабаққа кері байланыс айтады? Кім қанша балл алды? Тұрайық оқушылар. Нұргүл, Мен бүгінгі сабақта 8 балл алдым және бүгінгі сабақ маған өте қызықты әрі түсінікті болды. Жарайсың. Келесі Айзере. Мен бүгінгі сабақта 9 балл алдым және бұл сабақ маған өте қызықты және көптеген мәлімет берді. Мен бұл сабақта пәк туралы көптеген есеп шығарып және мәлімет білдім. Келесі тағы кім айтады? Мәлімет айтасың ба? Мен сабақтан пайдалы әрекеттен бүгінгі тақырып ұнады. Сабақтың әрбір деталі маған өзіме түсінікті болды деп түсінікті маған. Және де сабақта негізгі қызықты тақырыптар. Қанша балл алдың? Мен 9 балл алдым. Тағы айтатындарыңыз бар ма? Уақыт бітті. Бүгінгі сабаққа көп рахмет. Біз бастапқы мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Біз мақсатымыз көлбеу жазықтықта жүргізілген тәжірибе негізінде күшпен жұмысты өлшедік па? Өлшедік. Пәктің формуласын есептедік па? Өлшедік, есептеу. Алынған нәтижелерді теориялық мәлімет есептеп, есеп барысында қолдандық па? Қолдандық. Жарайсыңдар, рахмет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.